Балалар, қазір біз сіздермен құпия ғаламшар ойынын ойнаймыз. Ол үшін менде ғаламшардың әрқайсысында сандар жазылған. Сіздер сол сандарды қай сан екенін табу керексіздер. Мен стикерге сандар жазып қойғантымын. 25 санына дейінгі сан. Мен қандай сан ойладым? Кәні, Нұридин, сұрақ қоямыз балалар. Санды тез табу. Ол бестер келді. Жоқ. Ұлпан. Бұл дара санеsin бар. Жоқ. Дара сан. Қандай сұрақ? Тез. Нұрай. Нұрай айта ғой. Күрделі санесім. Аян. 20-дан астанда. 20-дан асады. Ол 4-ке бөлінеді. Бөлінеді. Жасезім. Ол 25-тен кемді. Кем? Қай сан екенін тапқан жоқ. 24. 24, тамаша. Тақтаға жаза ғой. Цифрмен жаз арғы тақтаға. Тездетеміз. Келесі сан балалар. Кәні 15-ке дейінгі сан. Айжар. Сұрақ қойып. Күрделі санесім. 5-ке бөлінеді. Жоқ. Дара санеsin. Жоқ, күрделі дедім. Уже ориентир. Ол 4-ке бөлінеді. Бөлінеді. Ол 10-ға келеді. Оннан кем емес. 12 сан. 12 дұрысына. Тамаша. Тезірек жазып жібереміз. Келесі санды. 15-ке дейінгі сан. Тез сұрақ қойып. Аян. 15-тен кемді. Кем. Самида. Дара санеsin. Жоқ. Күрделі. 5-тен асады. Әрине асап күрделі санесін. 5-ке бөлінеді. Біздің сыныптың өмірімен байланысты. 14 жаза ғой. Көркем. 14 жақсы. Келесі сан 2020-ға дейінгі сан. Сұрақ қоямыз. Нұридин. Ол 2-мыңнан асады ма? Асады. Аян. 2-ке бөлінеді. Бөлінеді. 2-мыңнан бұл 2018. Дұрыс айтады. 2018 тамаша. Сұрақты бірден жаза ғой 2018 деген цифрмен. Келесі сан ойлана берейік балалар. Бұл 10-ға дейінгі сан. Ажар. 5-ке бөлінеді. Жоқ. Ол 2-ке бөлінеді сан. Жоқ. Аспай Бөлінеді. 5 дейді. 5-ке бөлінбейді. Бөлінеді дедім. Тамаша. Келесі сан 10-ға дейінгі сан. Алса кебе. Жоқ. Абылай. 3-ке бөлінеді. Жоқ. 5-тен асады. Жоқ. 5-тен кем бар. Жоқ. Айтылды ғой. Жоқ. 18 бар. Сұрақ қойыңыздар. 8 пе? Жоқ. Олай қоймаймыз. Өмірмен байланысты сұрақ қоямыз. Жылдамдатамыз. 2-ке бөлінеді. Айтылды. Жоқ. 7. Тамаша. Жаза ғой тақтаға 7. Келесі сан 5-ке дейінгі сан. Сұрақ қоямыз. Ажар. Бөлінеді. 5-ке дейінгі сан. Сұрақ қояйықшы. 2. Аян жаза ғой. Соңғы сан. 5-ке дейінгі сан. Сұрақ, күрделірек сұрақ. Самида. Дара санесін. 5-ке бөлінеді. Бөлінеді. 4. Жақсы. Аян жаза кел. Тамаша балалар. Енді алдыларыңыздар, карточкаларыңызды алыңыздар. Әркімнің жеке дара және күрделі санесін деген жазу бар. Тақтада 24, 12, 14, 2018, 5, 7, 2, 4 деген сандарды кестеде дара және күрделі санесін тұстарына бөліп жазыңыздар. Сөзбен жазамыз. Сіздердің берілген санесіндер дискрипторыңыздар сөзбен жазады. Дара және күрделі санесіндерді ажыратады. Күрделі санесіндердің жазылу емлесін біледі дейді. Ендеше осының барлық талапқа сай орындаңыздар. Сөзбен жазамыз, әдеп жазамыз, дүзу отырамыз, иықты көтереміз.
сөзбен, әр санды, әрбір жолға сөзбен жазамыз. Бірінші санды мына жерге ойла, ол дара сан есім ба, жоқ күрделі сан есім ба. Содан кейін бар, әрқайсының астына бөліп жазамыз. Тамаша. Бірінші топ бітіп қалды. Үшінші топ бітті. Болған оқушылар қай топ болған екен, кім болған екен, тамаша. Балалар, енді біз қазір өзіміз тексереміз. Ол үшін қарындаштарымызды қолдарыңызға алыңыздар. Өздеріңіз тексеріп, әр дұрыс жауапты белгілеңіздер. Дара сан есімдер 4, 2, 7, 5. Дұрыс па? Жақсы. Күрделі сан есімдер 24, 14, 12, 2018. Келісеміз ба? Неге келісеміз? Неге келісесіздер? Неге келісесіз Жанболат? Бөлек жазылады. Тұрмады. Өйткені олар бөлек жазылады. Тамаша, кім толып тұрады? Қалай дұрыс сұрақ айтамыз? Нұредин? Неге дұрыс дейді, келістік дейді осы экрандағы күрделі сан есімдер? Өйткені олар Дұрыс. бөлек Жазылады. Күрделі сан есімдер бөлек жазылады. Жақсы отырамыз. Сонымен ереже шығарайықшы балалар. Аян, қандай ереже айтар едің? Сан есім дара және бөлек. Күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден ғана тұрады. Мысалы 4, 2, 3. Күрделі сан есім 2 не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы 2068, 91. Тамаша, тағы кім толықтырып жібереді? Жасезім? Күрделі сан есімнің жазуы бөлек жазылады. Бұл күрделі сан есімнің жазуы емлесі. Тамаша, ендеше балалар, жаңа қараңыздар, сіздер тексерген уақытта өздеріңізді күрделі сан есімдердің жазылу емлесін сақтадыңыздар ма? Егер жазылуы дұрыс болса ғана дұрыс деп белгілейміз. Ендеше қараңыздар, сіздер осы тапсырманың барлығын дұрыс орындаған болсаңыздар, 8 ұпай жинайсыздар. Карточкаларыңыздың шетіне кім 8 ұпай жинады? Қол көтеріңіздерші. Тамаша, белгілеп қойыңыздар. Кім 7 ұпай жинады? Жоқ екен. Даяна жақсы. 6 ұпай бар ма? Өте жақсы жетістік, жақсы. Ендеше алдарыңызда қазір сәл ғана ми гимнастикамызды дамытып жіберейік. 8 саны бар. 2 қолмен жазуға тырысайық. Қалам қарындаш алуларыңызға болады. 2 қолмен 8 санын жазамыз. Дайындалыңдар. Дайындаламыз. Дайындалыңыздар. Бастаңыздар. Кімде қалай шығып жатыр?
Кімде шықты көтереміз. Қаны, қандай 8 шықты. Тамаша, жарайсыздар. Сіздерге өте көмегі тиді деп ойлаймын. Жақсы, қойып қойыңыздар. Енді балалар, кішкене сергіп ойымызды жазып алдық, я. Келесі тапсырма бізде топ түйін жұмыс. Ол үшін сіздер жаңағы жазылған біз тапқан құпия ғаламшардағы сандарды пайдаланып, біздің сынып деген мәтін құраймыз. Бірінші топ сіздердің мәтіндеріңізде тірек сөздер бар, толықтырасыздар, қорытынды бір сөйлем жазасыздар. Оқып танысыңыздар. Екінші топ сіздерде де тірек сөздер бар, қорытынды бір сөйлеммен аяқтайсыздар. Ал үшінші және төртінші топ сіздер өздеріңіз біздің сынып деген мәтін құрамыздар, күрделі және дара сан есімдерді қолданып